Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 78-ші сабақ. Бүгінгі тақырып жазғы түрі. Бүгінгі сабақта өлеңдегі көркем сөздердің мағынасын түсінесің, көркем сөздерді қолданасын. Есіңе сақта. Абай Құнанбаев 1845 жыл мен 1904 жыл аралығында өмір сүрген. Ол қазақ халқының ұлы ақыны, Семей өңірінде туған. Өлеңдер мен қара сөздер жазған екен балалар. Бірінші тапсырма, өлеңді түсініп оқы. Жазғы тұры қалмайды қыстың сызы, масатыдай құлпырар жердің жүзі. Жан жануар адамзат анталаса, ата-анадай елжірер күннің көзі. Түйе боздап, қой қоздап, қорада шу, көбелек пен құстар да сайда ду-ду. Гүл мен ағаш майысып қарағанда, сыбдыр қағып бұраңдап ағады су. Масаты деген балаларымыз жұмсақ, түкті жібек мата екен. Екінші тапсырма, өлеңде қандай жыл мезгілі суреттелген? Ақын табиғаттағы өзгерістер туралы не дейді? Өлеңде көктем мезгілі суреттелген. Күн жылынып, жердің жүзі масатыдай құлпырайды. Жануарлар өріске шығады, құстар сайрайды. Өсімдіктер өсіп, сулар өзендерден сыбдырлап ағады екен балалар. Үшінші тапсырма, суреттегі жыл мезгілін сипаттап айт. Көркем сөздерді пайдалан. Түрлі түске боялады, көкарай шалғын, самал жел, қызу еңбек. Жаз мезгілі келгенде табиғат түрлі түске боялады. Күн шуағын шашып, көкарай шалғын шайқалып өседі. Самал жел соғады, далада қызу еңбек басталады. Төртінші тапсырма, жазғы түрі өлеңінде ақын қолданған көркем сөздерді тап. Масатыдай құлпырар жердің жүзі, ата-анадай елжірер күннің көзі. Гүл мен ағаш майысып қарағанда, сыбдыр қағып бұраңдап ағады су. Келесі бесінші тапсырма сәйкестендір. Масатыдай құлпырар жердің жүзі. Балалар өткен тапсырманы еске алатын болса, масатыдай дегеніміз көктемде жердің жүзі жібек матадай құлпырады екен. Ата-анадай елжірер күннің көзі. Күн жерге өз шуағын шашады. Гүл мен ағаш майысып дегеніміз балалар адамға тән қимыл іс-әрекеттер. Адамзат та өседі, гүл мен ағаштар да өседі екен балалар. Алтыншы тапсырма, үшінші тапсырмадағы сурет бойынша әңгімеңді толықтыр. Ақын сөздерін қолдан. Көкарай шалғында жануарлар жайылып жүр. Самал жел жанға жайлылық сыйлайды. Ауыл адамдары қызу еңбекке кірісіп, алқаптар түрлі түске боялған.